айтасыңдар балалар. Балалар, мен сендерге мына қоржынмен келіп отырмын. Мына қоржын ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Мына қоржын ішінде асықтар бар екен. Сендер асықты неден алынатынын білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар. Я, біз асықпен ұлттық ойын қандай ойындарды ойнаймыз? Білесіңдер ме асықпен ойналатын ойындар? Асық ату, бес асық, қанталапай ойындары біздің дұрыс айтасың. Бес ойынымызда біздің ұлттық ойындар өте көп екен балалар. Біз қазір осы ұлттық ойынның ішінде қанталапай ойын ойнаймыз балалар. Ол қанталапай ойынымыз асықтан ойналады. Кәні асыққа тоқталып өтейікші балалар. Мына асықтың бізде 4 бүйірі бар екен. 4 бүйірін білесіздер ме? Аттарын білесіздер ме? Кәні айтайыншы. Ал мына жағы қалай аталады? Бүйір, пішір, алшық, тәйкі. Дұрыс айтасыңдар. Асықтың 4 бүйірі бар. Бүгінгі өтетін ұлттық ойынымыз қанталапай ойыны. Кәне қанталапай ойыны мен балалар ережесімен түсіндіріп өтейін. Менің қоржынымда көп асықтар бар. Осы асықтардың ішінде балалар қандай ереже асықты көріп тұрсыңдар? Қызыл асықты көріп тұрсың. Ол қызыл асық қандай асық екен? Қан асығы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қан асығы. Қазір мен балалар осы асықты сендерге шашамын. Барлығымыз асықты теріп аламыз. Ішінде қан асығы кімге түссе, ойынды сол бала бірінші бастайды. Ау Талапай, басталды ойын Талапай. Кім қанша жинады екен? Қызыл асық, қан асығы кімге түсті екен? Міне Алияға түсті. Ойынды бірінші Алия бастайды. Міне біз ойын алаңына да келіп қалдық. Қазір балалар қолымыздағы асығымызды қатар бір тізбектеп қойып, қолымызға ұратын бір сақаны алып қаламыз. Сол сақамен қатар тұрған асықты соғып құлатамыз. Жарай ма? Келдер олай болса асығымызды қояйық балалар.